Махаббат хикаясы. Бұл махаббат па деп жүрсем. Өмір деген қызық қой. Бірде жылатса, бірде күлдіртеді. Қандай жағдай болса да бұл біздің маңдайымызға жазылған тағдырымыз. Бұған біз бағынуға міндеттіміз. Сол тағдырыма бағынып отырған адамдардың бірі міне мен боламын. Басымнан не өтпеді, барлығына көндім. Енді бір түсте жүрген сияқтымын. Қашан оянатымды білмеймін. Тіпті өмір бойы оянбай кетемін бе деп қорқамын. Неден бастасам екен? Осыдан 9 ай бұрын бір жігітпен таныстым. 3 ай сөйлескеннен кейін маған сөз салды. Мен келісімді бердім. Екеуміз жүрдік, қуанышты күндерді бірге өткіздік. Мен ол кезде 2-ші курс оқып жүргенмін. Сабақ бітіп, өз ауылыма қайттым. Ол да өз ауылына кетті. Екеуміз 3 ай бойы телефонмен хабарласып жүрдік. Сені сағындым, қашан демалысымыз өтіп кетеді екен деп жүрдік. Солай уақыт өтті. Сабақ та басталды. Екеуміз кездестік. Менің басым бақтан айналды. Ол адам менің ең бірінші жігітім болатын. Маған сондай ыстық болатын. Мені құшағына қысып, жылы сөздер айтқанда мен барлығын ұмытып кететімін. Солай келіп жүрді. Бір күні мені бір жаққа шақырды. Мен келістім. Жүргенімізге жарты жылдай болып қалған кез еді. Сол күні ешқашан ұмытпаспын сірә. Сол күні онымен бір түн өткіздім. Екеумізде олай болады деп ойламаппыз. Жылап жібердім еріксіз. Ол мені құшағына қысты. Мен итеріп жібердім. Таң атқанын күттім, көз ілмедім. Таң ата сала сол жерден алды-артыма қарамай қашып кеттім. Қатты өкіндім, жыладым, біршама қиналдым. Жігітімен де сөйлестім. Істеген ісімді мойныммен көтеремін деді. Сен менімен амалсыздан жүргеніңді қаламаймын деп оның көзінше жыладым. Кейін арамыз қатты суыды. Солай болатынын да білдім. Соңғы уақытта келмейді кетті. Мен кел сөйлесеміз дедім. Сол кезде ол маған менің ата-анам саған қарсы деді. Тағы бір қызбен жүрдім соңғы кездер деп бетіме айтты. Маған тап солай істе деп ойламаппын. Жүрегімнің қысылғанын-ай, не істерімді білмедім. Сонымен барлығы бітті. Мен осы жерден тоқтатайық дедім. Қиналатын мен бәрібір. Оның көздеріне қарап тіпті оны өзімді жеп көріп кеттім. Мен ол адамға сеніп едім. Осы уақытқа дейін әлі қиналамын. Сол күнді өмір бойы қарғап өтемін. Қазір ең мықты университеттің бірінде оқып жатырмын. Алға қойған мақсаттарым бар. Балалар үйіне көмектескім келеді. Боларыс болды ғой, қаншама өкінсем де жазылмайтын дерт. Барлығына қатты өкінемін. Бұл махаббат па деп жүргенімде менің өмір бойы жазылмайтын дертім болып шықты. Мен ол адамсыз да әлде бақытты өмір кешем. Ешқашан ешкімнің алдында бас имеймін. Ол өз жолымен жүре берсін. Менің алдымда ешқашан кездеспесе болды. Бар тілерім осы.